кетіп отыр, иә. Қалайсыз, Әсем, қалыңыз қалай? Бүгінгі алғашқы подкастымыз құтты болсын. Бүгінгі тақырыпты қандай тақырыпты алсақ болады? Марафондар туралы айтайық, иә? Қазіргі жүргізіп жатқан марафондарыңыз туралы. Армысыздар, халқым. Мен Әсем Бақсы Шаман Мак. Сіздердің алдыңызға келіп отырмыз. Енді бүгін бірінші аудио подкаст жасайық деп жатырмыз. Марафон туралы көп сұрақтар келеді, соларды айтып берейін дегем. Марафон онлайн өтеді. Телеграм каналда өткіземіз. Жабық каналда болады. 12 күнге беріледі. Күніне 40-50 минут бөлу керек өзіңізге. Өз уақытыңызды тауып, жалғыз өзіңіз отырып, жатып қабылдайсыз үйде. Жатасыз ба, отырасыз ба, енді отыра алмайтын кісілер де болады. Көбінесе бірінші бөлімді негізі отырып или тұрып қабылдау керек, сосын жатуға болады. Екінші бөлімде обычно ұйықтатып тастайды. Марафонды өткізгенде мен әруақтарды шақырам. Әрбір адамның өзінің әруағы бар, ата-бабалары бар. Енді әруаққа сенбейтін қазақ жоқ. Көп. Енді атам заманнан жауға шапқанда да әруақ деп шапқан біздің аталарымыз. Сол үшін әруақтарды шақырамыз. Әруақтарыңыз сіздің әр адамның өзінің проблемалары болады. Сол үшін қалай айтсақ енді, өздеріңіздің ата-бабаларыңыз сіздің проблемаңызды енді тұңғиықтай дейін ба, енді көріп тұрады ғой, біліп тұрады. Сіздер еще проговариваете, орысша қоса берейінші. Иә, қоса беріңіз. Вы проговариваете перед сеансом свои намерения. Мысалы үшін біреуі келеді, сахарный диабетпін деп, біреуі жолым жабық, үйлене алмай жүрмін дейді, біреуі аяғым ауырады дейді, тізелер ауырады, жамбастан ауырады, белден кетіп тұра алмай жататын кісілер болады. Солар каждый адамның өзінің запросы болады да, өзінің ниеті болады. Кейбіреулері арақты қойғысы келіп, осы ниетті айтады, әруақтардан сұрайды, маған көмектесіңдер. Осы марафонды сол үшін алып отырмын деп. Енді сеансты қабылдар кезде сіздер осы ниеттеріңізді айтасыздар, әруақты шақырамыз. И музыка арқылы, музыкаға дем салынған дейікші, музыканы сіздер тыңдағанда энергия жүреді. Бұл энергия емдік, тазарту энергиясы. Мысалы, Асема, рахмет. Қараңызшы, мысалы мен қарапайым адам, иә, сізге марафонға жазылғысы келді. Этап бойынша айтып беріңізші. Мысалы, сізге хабарласамыз, сосын ақшасын алдын ала төлейміз, иә? Ақшасын төлегеннен бастап қаншама енді пікірлер болды, сізден марафон өткендер, олар ақшасын төлегеннен бастап ем жүріп кетті деп жататын, иә? Мысалы, олар ақшасын төлейді, одан кейін сіз оларға марафон алдын ала жаңағы аудио ол жазылған, сіз оларға өздеріне жібересіз, WhatsApp-қа. Жоқ, WhatsApp-қа жіберілмейді, ол кісі маған жазады сізге, жазады. Сосын QR-кодты береміз, QR-код арқылы төлейді да. Қанша мысалы 65 мың теңге қазақтарға ғана, бұл Қазақстанның халқына ғана 65 мың, басқа елдің адамдарына $200 қазіргі уақытта сондай, осындай баға болып тұр. Маған жазады, фотосын жібереді, свежий фото жіберу керек, аты жөнін тегін жазады, қашан туылғанын, күнін, жылын бәрін жазып жібереді. Сосын мен о кісіге администратордың номерін беремін. Администратор 2 адам бар, Айдар мен Мариям. Айдар қазақша түсіндіреді, Мариям орысша түсіндіреді. Қазақша марафон бар, орысша марафон бар. И отдельно 2 каналға сізді қосады администраторлар. И сіздерге полностью марафонды қалай өту керек, соның бәрін түсіндіріп береді. Жазбаша, аудио. Кейбір адамдардың жындары берген ақпаратты қабылдатпайды тастайды. Кейбір кісілер даже 20 рет тыңдаса да аудионы, иә, мынау енді рекомендацияны қалай тыңдау керек, не істеу керек, соның бәрін түсіндіріп айтқан күннің өзінде, иә? Иә,
айтып түсіндіріп шайнап бергеннің өзін ұқпайды. 20 рет тыңдаңыз десем де ана жындары оны түсіндіртпейді. Солай кейбір кісілердің сеанстары жүктелмей қалатындары бар. Оған ондай кезде жаңағы екі администратор қалай да жүктеуге мүмкіндік береді, иә. Енді сіздің интернетіңізді біз басқара алмаймыз, өзіңізде интернет болу керек. Бірінші күн алғанда интернетіңіз жақсы болса, Wi-Fi болса, бір рет жүктеп алған сеанстарды уже жайлауға барып тыңдайсыз ба, вақтыға барып тыңдайсыз ба, өзіңіз білесіз, бір-ақ рет жүктеледі олар. Сосын кез келген уақытта оны тыңдай беруге болады. Мысалы болды ма, оны 12 күн емес, мысалы бір күн тыңдағаннан кейін болмаса 2 күн тыңдағаннан кейін нәтиже алып, сосын ары қарай тыңдамай қойған күнде адамдар болды ма? Адамды 3 күн тыңдаған кісі болды. Жас әйел, 2-3 баласы бар, точно не помню, қай жақтың, по-моему, Атыраудікі ғой деймін, сол қыз. Мәз болып тұра бір отзыв айтқан маған. 3-ақ рет тыңдадым, 3 сеанстан мен ұшып жүрмін. Самооценкам деген өсіп кетті деп риза болып сол отзыв айтқан. Негізі TikTokта бар ол отзыв. Ал енді керісінше бар ма? Мысалы 12 күн қатарынан тыңдап, бірақ ешқандай нәтиже көрмедім деп айтқандар болды ма? Ондай кісілер болады. Қандай жағдайда? Мақпал. Енді ол жағдайы, ол деген андай порчалары, дуалары өтіп кеткен, сүйекке де деген кетіп қалады. Кейбір дуалар жынды сол сүйектің ішінен алып шығу керек болады. Оған 12 сеанс жетіспейді. Оған 12 сеанс емес, 12 күннің ішінде сіздер 30 сеанс аласыздар. Онда основной 3 сеанс болады. Бірінші күні қабылдайсыз, сол бірінші күнгі қабылданған сеанс күнде 12 күн подряд 11 күн түнде сізге аруақтар келіп емдейді. Осы жерде айтыңызшы, қандай тыңдаған кезде егер ем жүрсе, адамға қалай білінеді оған ем жүріп жатқаны? Аруақты көретіндер көреді, еститіндер естиді, өзінің қабілеті болады, әрбір адамның қабілеті болады, қасиеті болады. Қасиеті бар адамдар, олар көріп, естіп, чувствование деген қалай? Сезеді, сезеді. Сосын жаңа Мақпалды айтып кетіңізші, 12 күн жаңағы 12 күн қабылдап, мен түк те алмадым, әсем маған неге әсер етпейді деп ренжіп маған звондаған. Сосын тоқтай тұрыңыз, кейбір адамдарға сразу көмектеседі, енді олар басқа кісілердің результатына қарайды да, айтады, маған неге әсер етпей жатыр, мен де бәрі сияқты өттім, 12 күн полностью алдым, неге өтпейді деп ренішпен претензиямен маған жазады. Мен айттым, сіз тоқтай тұрыңыз, енді қаралық көп болғаннан кейін, тем более ол кісінің дуасы көп, әр жақтан жасаған, енді ата-бабадан келе жатқан ата-бабадан келе жатқан қарғыстар болады. Ол өтіп кетсе, адамның бір 12 күн ішінде жолы айқара ашылады деп айтпаймын. Сол үшін ол кісіге айттым, сіз тосыңыз, не переживайте, претензияны қойыңыз, только благодарность. Аруақтарға обязательно благодарность айту керек, жаратушыға, тәңірге. Сіз өмір сүріп жатқаныңызға, дем алатыныңызға сөйлей аласыз, 2 қолыңыз бар, 2 аяғыңыз бар. Соған сіз марапат емес, благодарность, алғыс айту керек дедім. Жарайды деп со беті қойды, сосын 2 айдан кейін звондайды, маған үй берді деп. Ол кісінің негізгі запросы да үй жоқ деді? Үй жоқ, квартирада жүрген кісі ғой. Акиматтан звондап, кілттеріңді алып кетіңдер деп звондағанда мен шок болдым дейді. Сол енді 2 ай күткізген ғой, енді аруақтар көп күткізбейді сіздерді. Самым благоприятным образом, енді может очередь и так келмей тұрған дейді, потому что бізді очередьтен постоянно шегеріп тастап, енді Алматыда білесіз ғой, адам көп. И сол 2 айдан кейін кілтіңді алып кет деп звондағанда сенбеген ғой. Сосын кілтін алып үйіне кіргенде маған звондап. Бірден сіз есіне түстіңіз. Жол ашылды дегеннің бір нәтиже сол, Тағы да болды ма сондай бір жағдайлар? Мақпал сияқты. Негізінен мынандай нәрсе, марафонда алған адам, ол біріншіден
жаңа жаратушыға, аруақтардың бар екеніне сену керек. Сосын жаңа аруақтар бәрібір олар сенсін, сенбесін бәрібір ем жүреді, иә. Марафонда жүреді, алғаннан иә. кейін, ақша төлегеннен кейін, иә. Иә. Бір Қарлығаш ханым болған, қай жақта, Алматыда тұрады ғой деймін тоже. Ол кісі тиктоктан көріп ниет айтқан, мен мына марафонда алам, мен осыдан өтуім керек деген ниеті арқылы менің аруақтарым сол күннен бастап тазалап ем беріп тастаған ғой. Тек қана ниет еткен үшін. Ниет еткен үшін. Сосын Оны айту керек па? айта беріңіз. Бірақ ол кісіні бәрібір айдап әкеледі, ақшасын төлетеді, марафонда өтеді, бірақ марафонда түк те сезген жоқ. Ол сол 12 күн сезгенін бір ай бұрын өтіп тастаған. Айтты сосын. Ол қалай сонда? Бір ай бұрын ана ниет еткенде енді адамның пейілі, адамның жүрегі көрініп тұрады ғой. Аруақты никогда не алдай алмайсың деп. Адамды алдай аласың қасында. Иә, адамды енді мені любой адам алдай алады. Бірақ аруақты алдай алмайсыздар. Ол кісінің ниетін көріп тұр, жүрегінің таза екенін көріп тұр. Сол ниет еткеннен бастап сол жерде емдеп 12 күн полностью бәрі емін алып, тазарып, ана не болады, марафонда ауру, созылмалы аурулардың қозуы мүмкін. Андай жүрегіңіз шаншып ауырады, грыжасы болған кісілердің белден бір қай жерінде қандай ақау бар, сол жеріңіз ауырады әйтеуір. Солай қоздыртып, сол бір ай бұрын марафонды өтіп тастаған, сосын бір айдан кейін келді ол кісі, марафонды сатып алды. Мен түкте сезген жоқпын, бірақ бұл марафонды мен баяғыда өтіп тастағам деп айтты. Ол кісі енді айтып тұр, сосын жолы ашылып, ол кісіге теңізге путевка берген туыстары. Қандай күшті. Сосын барып, теңізге барып келді ол кісі. Қазіргі соңғы уақыттарда марафон өтіп жатқандарда қандай нәтижелер болып жатыр? Енді нәтиже деген көп, әрбір адамның өзінің аурулары, өзінің жындары болады. Любой адамда жын болады, потому что мысалы үшін жыным жоқ, менде жын жоқ дейтін адам бар ма? Отырады ғой стримда көп ондай, менде жын жоқ, сен өзің жынсың деп айтатын, жынмен жұмыс істейсің деп сөйлейтіндері бар. Оған ренжімейміз, оның ішіндегі жындар сөйлеп отырады. Даже звондап жындар сөйлейтін адамдар бар. Оны қалай сезесіз? Менде көрініп тұрады ғой, ананың даусынан көрініп тұрады. Низковибрационный, прям адам өзі сөйлеп тұрмын деп ойлайды, бірақ ол емес, жыны сөйлеп тұрады. Прям аудио сообщение жібереді, андай қозып тура. Менің вибрацияма нете алмайды да, ана бірдеңке атака жасағысы келіп, мені түсіріп тастауға тырысады олар. Звондайды. Ондай жағдайда сіз қандай реакция бересіз? Ондай реакция, енді оған елемейсің, просто біліп отырасың жыны сөйлеп отырғанын. Қызық, иә? Қазір, былтыр тағы да бір әйел өткен, баласы 14 жаста, мен балконнан секірем, мен өлем деген сөзді көп айтқан. Бала, ол бірақ неге аруаққа сенбейді ғой, қазіргі молодежь деген олар білмейді. И ана кісі звондап сосын айтты, мен айттым, сначала себя почистите, бірінші өзіңіз өтіп алыңыз. Сонда жаңа бала мен ананың арасындағы байланыс болады, иә? Анасы өтсе, анасы өтсе, баласы тазарынады. Мысалы, кейбіреулер айтуы мүмкін да, менің балам оған сенбейді, тыңдамайды, сонда ондай жағдайда не әкесі, не шешесі өтуі керек болады. Ол қанша уақытқа дейін байланыс болады әкесі мен анасы, баланың арасында, ана мен баланың арасында? Так, ана бала 14 жаста, ана кісі әйел бірінші өзін тазартып алды да, 12 күн сразу екінші марафонды алып, баласын тазартты. Марафон біткеннен кейін баласы сүйіспеншілігі, өзінің махаббатын көрсете бастады. Секірем, өлем, құлайым деген уже доғарды сөзін. Енді сол жыны шықты деген сөзі. Просто ол мамасы кіргенде запрос болады ғой, енді сол жыннан айырылу керек деп. Мен айттым, ол адамның өзі айтпайды, өзі өмірін қимайды. Ешбір адам өзінің өмірін қиып, өзіне қол көтермейді. Оны істетіп отырған жын деймін. Сол жынды шығару үшін сондай запроспен кірді и
нормальный хороший результат болды. 28 жастағы бір жігіттің анасы кіріп өзі тазарынып жүрген марафонда. Сол кісі сұрады, мен ұлыма алуыма бола ма, армияға барып келіп еді, армиядан кейін агрессивный болып келді деп, атылады дейді. Прям бірденге сөз сөйлесең атылғалы тұрады, ұрысқақ болып кеткен, төбелескіш болып кеткен. Осы баламды орнына қойып бере аласың ба? Енді орнына қойып бергенде енді нетпейсің ғой, ол баланы даже, мен айтам, всегда спрашивайте разрешение на чистку. Тазартам, сен баламды тазартам деп өзінің сондай бір запроспен. Запросын, мамасы айтады ғой, мен сен тазартам, маған неңді бер деп. Келісіміңді. Келісіміңді бер дейді. Ана бала, жарайды, мама тазалай берші дейді ғой, енді лишь бы отвязаться. Сосын мамасы өтеді, 12 күн өтеді, ана бала жұмыстан келіп бетінен сүйетін болды дейді. Үйде жұмыс істейтін болды, үйді жинап, анау көмектесетін болды дейді. Мейірімділігі оянып, жүрегіндегі махаббатын көрсете бастаған. Қандай керемет, мамасы арқылы сонда баласына. Енді мысалы қазір енді көп адамдар айтып жатады, баяғыда жынды еркек адамдар шығарады, оны кәдімгідей онлайн шығаруға болмайды, кәдімгідей не бар, алдына бару керек, қамшылау керек, сабау керек, сонда ғана болады. Алдына онлайн отырып марафоннан деген ол өтірік деген сияқты. Тіпті мына кәдімгі өзі осы әруақ жолында жүрген адамдардың өздері сондай ақпараттар айтып жатады да, енді бір-бірінің артынан. Сіз соған не дейсіз? Мысалы, ол марафон арқылы шығуы мүмкін ба? Мүмкін ба емес, жаңағы сіздің айтып отырғаныңыздың барлығы кәдімгі соның нәтижесі ғой енді, результаты. Ол бар деген сөз, ол жүреді деген сөз. Конечно, любой уақытта, любой жерде отырсаңыз да, сіз ана пещерада отырсаңыз да, сіздің запросыңыз арқылы мен жұмыс істегенде, енді мен жалғыз жұмыс істемеймін ғой, аруақтарым келеді менің. Арғатам бақсы болған, дәрігер болған, Семей өңіріндегі атақты емші болған. Енді мен аруақтарды шақырғанда сізді любой жерден тауып алады да, емін береді. Онлайн болады. Любой жынды, даже стримда отырғанда дәу мүйіздермен келеді. 3-4 метрлік жындар келеді. Келіп, басып, мені басады ғой бүйтіп. Өзім арқылы сіздің жыныңызды, любой адамның жыны менің денем арқылы шығады. Пропускаю через себя деген сол. Ол ауыр ғой, сіздің өзіңізге. Ауыр енді, конечно, бәрі сұрайды, маған бесплатно істеп бер, мен 10 баланың анасымын, мен пенсия. Мен айтым, сіздің жыныңызды өзімне через себя пропускать, я не согласна. Это қаншама энергия жұмсаймын, мен қаншама не кетеді, мен бар ғой, сағат түнгі 1-де ұйықтамасам, адам не ала алмайды. Ем ала алмайды, тазарту ала алмайды. Мен сағат 11-де, самый поздний сағат 12-де уже көзім жұмғаннан кейін сразу қатты ұйқыға кетіп, ұйықтаған кезде астральное тело болады ғой, астральное тело отделяется. Потом в астрал выходит, они знают, астральное тело отделяется, адамда 7 дене болады, біздің физикалық денемізден басқа 7 дене болады. Сол астральный телом кетіп, аруақтарыммен каждый адам қайсы марафон өтіп жатқан адамдармен ем жүре бастайды. Ем жүре бастайды. Сіз тікелей өзіңіз араласасыз ол жағы емге деген сөз. Әлбетте. Сосын тағы қандай нәтижелер болып жатыр қазіргі марафонда? Жалпы марафонды бастағаныңызға қанша болды, соны айтыңызшы? Марафонды басталуға 1 жыл, 2 жыл. 2 жыл кетті ғой. 2 жыл кетті. Осы 2 жылда өзіңіз есептеп көрдіңіз ба, қанша адам сізден марафон алды? 2000-ға жуық. 2000-ға жуық. Соның ішіндегі нәтижелері барлығында бар, жоқ деп айтуға болмайды ешқайсында. Соның ішіндегі сізге өте қатты таңғалдырған қандай нәтиже болды, есіңізде қалатын, өйткені сізге халық күнде хабарласады, өзіңіз тиктокқа шығасыз, стримде отырасыз, біреу қалады, біреу қалмайды есіңізде. Қатты есіңізде сол марафон алғандардың ішінде нәтижесі. Әлі күнге дейін сізбен байланыс жасайтындар кімдер? Байланыс жасамайды, бір әйел бір рет өтті, 10 күн болатын ол кезде. Ең басында былтыр алдыңғы жыл
өтті, 10 күндік марафонды өтті. Содан кейін 1 айдан кейін звондап өзінің несін жазды, отзыв жазды, пікірін жазды. Басында неоперабельный опухоль болған, ісік, миында ісік болған, сол ісігім кетіп қалды. Марафонда сездім, сол жерім қатты ауырды деді. Қатты ауырып, сол через боль, через обострение аруақтар именно сол ісікті кетірген. МРТ жасаған, 1 айдан кейін ісік жоқ деп қағаз берді. Врачтар, дәрігерлердің өзі аң-таң болған, мына ісік қайда кетті деп. Химия түкте алмаған ғой. Просто марафонды өтіп, сол ісіктен енді арылды. Тағы да грыжа позвоночника деген, поясничная грыжа, вообще только операционным методом исцеляется. Сол Фарида деген ханым тоже өтіп, қасиеті бар кісілерді прям қатты дейін ба, прям их қатты қысып, жындарының бәрін алып шығады, дуаларының бәрін. Потому что қасиеті бар адамдар тезірек көзін ашып, адамдарға көмектесу үшін, солай жолын ашу үшін сол қатты жұмыс істейді. Қасиеті бар адамдармен. Сонда сізге келетін адамдардың көбісі қасиеті бар адамдар, бірақ өзін өзі жауып тастаған, белгілі бір дуа жақындарынан деген сияқты, солар жауып тастайды да. Сосын сіздің марафоныңыздан кейін мен көп оқимын пікірлерді, жолым ашылды, қасиетім ашылды деген кісілер бар, өздері қасиет жолына түскен адамдар бар, солардан кімдер бар еді? Қасиеті ашылған Россияда тұратын Самал ханым 1-ші сеанстан бастап диванда жатқанда көзін ашқызбай керіп, екі бүйрегінен, енді аруақтар ішке бітіп қолын тыға салады ғой. Любой жерге қолыңды тығып, анасын жөндейтін нәрсесін бәрін бітіп бұрып жөндеп сөйтіп береді да. Желудок ауырған ол кісінің бітіп төсекте жатқыз қойып, құстыртқан, құсығы арқылы шығады, жас арқылы шығады, есіне келгенде шығады, жамандар. Тағы да мурашки дейді, тітіркенеді адам, сосын суық лебіз. Сосын жылай берем дейтіндер болады. Жылайды, жас арқылы шығатындары көп. Сол кісіні қатты бітіп емдеген 1-ші сеанстан бастап, сол бір марафонды бітірді да, сразу емші болып адам қабылдап кетті. Қазір Ресейде тұрады, сол жақта тұрады, әлі көргенде жоқпыз. Сонда тиктокта сіз тіпті танымайтын, жалпы осы марафонның арқылы танымайтын адамдар бар, ол тек Қазақстанның іші емес, шетелдерден де көп. Мысалы, кімдер бар, қай мемлекет бар тағы да сізді қарайтын? Нидерланды, Франция, Дубайдан көп звондайды, Польшадан звондайды, Венгрия, енді Европаның бәрі, Америкадан да өткен кісілер бар. Олардың барлығы мұсылман ба? Жоқ. Сонда бұл марафон, ол кәдімгі ұлтқа, дінге бөлінбейді деген сөз. Жоқ, бөлінбейді. Өйткені біз барлығымыз рухы бар адамның, жаны бар адамның, любой адам өте берсе болады. Яғни бұл шаманизмнің, сіздің әруақтар жолын ұстанатын бір плюсы десек те осы болады. Мысалы, исламда